Жаңғақтардың адам денсаулығына пайдасы қандай? Көпшілік жаңғақтардың депрессияға қарсы өнімдер қатарына кіретінін біле бермейді. Бұл ретте жаңғақтардың пайдалы қасиеттері жайлы сөз қозғауды жөн көрдік. Жаңғақтар арқылы денсаулығыңызды сақтап қана қоймай, айтарлықтай жақсартылады екенсіз. Достар, бүгінгі видеода жаңғақтардың түрлері және адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Орман жаңғағы. Орман жаңғағы бағзы замандардан бері белгілі. Ертеректе адамдар орман жаңғағынан бойтұмар жасаған. Ол табиғат апаттары мен бәле жаладан қорғайды деп сенген. Бұл жаңғақтың құрамында көп мөлшерде А және Е дәрумендері бар. Ми қызметін жақсартады. Жаңғақты шикі күйінде пайдаланған дұрыс. Кешью жаңғағы. Үнді және азиялық тағамдар рецептісінде кешью жаңғағы жиі кездеседі. Оларды бірінші және екінші ас, жеңіл тамақ, тұздық және түрлі тәттілер әзірлеуде қолданады. Кешью жаңғағы иммунитетті күшейтіп, жүрек қызметін жақсартатын қасиеттерге ие. Ол тіпті тіс ауруын басады. Ал күнделікті 20 жаңғақ жесеңіз, ағзаңызды темірдің тәуліктік мөлшерімен қамтамасыз етесіз. Пайдаланар алдында жаңғақты қуырып алған жөн. Пісте. Пісте түрлі минералдар мен дәрумендерге бай болғанымен, оны жиі тұтынуға болмайды. Оның ересек адам үшін тәуліктік нормасы 15 жаңғақ. Пісте ас қорыту, тыныс алу жолдары ауруларын, қан аздық, сары ауру, жүкті әйелдерде болатын токсикозды емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, ерлердің бел қуатын арттыруға себебі бар. Бадам жаңғағы. Дәрігерлер жүрегі ауыратын адамдарға аптасына 60 грамм бадам жаңғағын жеуге кеңес береді. Бадам жаңғағы фосфор, калий және темірге бай. Тәтті тағамдар әзірлеуде жиі қолданады. Жаңғақтың бұл түрін сатып алғанда ірі әрі ақаусыз болғанын тексеріп алыңыз. Грек жаңғағы. Кавказ жерінде грек жаңғағы қасиетті ағаш саналады. Ол жақта 4000 жылдан астам уақыт өсіп тұрған жаңғақ ағаштарын көруге болады. Грек жаңғағының құрамында амин қышқылдар, иілік заттар және құнды минералдар бар. Организмнің әлсіреуі, қан аздық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуге көмектеседі. Қазан айының соңына қарай пісіп жетіле бастайтын жемістің бірі осы грек жаңғағы. Тұқымы Грекиядан әкелінгендіктен осылай аталып кетсе керек. Ғалымдардың пікірінше, күнделікті рационға жер жаңғақ, кешью және бразилиялық жаңғақтарды қосу арқылы жүрек дертіне шалдығу қаупін 30%-ға төмендетуге болады екен. Бал қарағай жаңғағы. Жаңғақтың пайдалы қасиеттері жайлы орта ғасырда өмір сүрген дәрігер ғалым Ибн Сина жазып кеткен. Заманауи ғылым ғалымның ойларын растай түседі. Жаңғақтың құрамында дәрумендер, макро және микроэлементтер бар. Ол әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін пайдалы. Алайда семіздікке бейім адамдар бал қарағай жаңғағын жиі тұтынбағаны жөн. Бразилия жаңғағы. Бразилия жаңғағы ең әдемі жаңғақ саналады. Оны салаттар мен түрлі тәттілер дайындағанда қолданады. Күнделікті 2 жаңғақ жесеңіз, ағзаңыз селеннің тәуліктік мөлшерімен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, бразилиялық жаңғақ күш қуат пен сергектік сыйлайды. Әрі теріңіз тазарып, ажарлана түседі. Бұл жаңғақ жүрек және онкологиялық ауруларға шалдығу қаупін төмендетеді. Кокос жаңғағы. Жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ кокос жаңғағы. Бір жаңғақтың салмағы 4 килограммға дейін жетеді. Кокостың дәмі мен иісі де ерекше. Одан бөлек құрамы В тобы дәрумендері, макро және микроэлементтерге бай. Жаңғақтың бұл түрі иммунитетті күшейтіп, көздің көруін жақсартады. Сонымен қатар,
ас қорыту жүйесіне, қалқанша бездің жұмысына оң әсері бар. Ал кокос сүті жасартатын әсерге ие. Жер жаңғақ. Жер жаңғақтың шамамен 70 түрі бар. Ол тамаша антиоксидант болып табылады. Көздің көруін, есту және есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Тағамдық өнім ретінде ғана емес, химиялық өндірісте шикізат ретінде қолданады. Одан пластмасса, синтетикалық жіп және желім жасайды. Каштан. Француздар мен итальяндықтардың сүйіп жейтін жаңғақтарының бірі каштан. Францияда каштан күні аталатын мейрам бар. Бұл күні күллі мемлекетте каштан иісі аңқиды. Барлық кафелерде каштан қосылған дәмді тағамдарға тапсырыс беруге болады. Бірақ каштанның барлық түрі жеуге келмейді. Тек себінді талшын жаңғақтары ғана жеуге жарамды. Оның құрамында жаснық, С және В дәрумендері көп мөлшерде кездеседі. Ал диетологтар вегетариандарға каштан жаңғағын жеуге кеңес береді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.